қазақ пен майя өркениеті арасында байланыс болуы мүмкін бе? Ал енді елестетіп көріңізші, мыңдаған жыл бұрын Америка құрлығында тұрып жатқан майя халқы мен Еуразия даласын мекендеген түркі тайпалары, соның ішінде кейінгі қазақ халқы, бір-бірімен байланыста болған болуы мүмкін дейді кейбір зерттеушілер. Бұл шындық па, әлде қиял ма? Бір қызығы, кейбір майя пирамидаларындағы символдар мен ою-өрнектер қазақтың ұлттық кестесіне ұқсайды. Қалай дейсіз бе? Мысалы, майялардың күн сағаты мен қазақтың күнтізбе санау дәстүрінде ай күнге негізделген ортақтықтар бар екені айтылады. Тағы бір қызық дерек, майялар да, қазақтар да көк тәңірін ерекше құрметтеген. Майялар күнге табынса, қазақтар да көкке қарап тілек тілеп, аспанмен байланыс іздеген. Тіпті майя халқы мен қазақ халқының түрлері де бір-біріне ұқсас. Тіпті кейбір тілтанушылар майя тіліндегі кей сөздердің түркі сөздерімен үндестігін мысалға келтіреді. Мысалы, майя тіліндегі қан сөзі мен қазақтағы қан не болмаса ата сөзіне ұқсас дыбыстар кездейсоқтық па, әлде шын мәнінде ортақ түбір ме? Ал енді мына бір аңызды қараңыз, қазақ даласында сақталған кейбір көне жырларда шығысқа барған бабаларымыз жайлы айтылады. Олар теңіз асып, үлкен таулар мен ормандардан өткен. Бұл ел аузындағы әңгіме майя жеріне жеткен түркі бабалары туралы болуы мүмкін бе? Ресми ғылым мұның бәрін сәйкестік дейді. Бірақ сәйкестік тым көп емес пе? Мүмкін бір кездері біз білмейтін көне өркениет болған шығар. Бірі Америкаға кеткен, бірі Азияны мекендеген. Ал бүгін біз сол ұқсастықтардың ұшын ғана көріп отырған шығармыз. Не десек те, бұл тақырып ойланып қалуға тұрарлық. Қазақ пен майя халқының арасында тылсым байланыс болуы мүмкін бе? Әлде бұл тек қиялдың жемісі ме?